күн көзі көрініп, аспан шайдай ашылды. Бұл жерде біздің туысқандарымыз енді келіп жатыр. Мінекей. Барлығын жинағаннан кейін дастархан жасауға кірістік. Балалар жағы көп болғандықтан кішкентай балаларды атамызға беріп қойдық. Атамыз дастархан жасап біткенше қарап отырды. Біз бұл жерде барлығымыз келіндер болып жиналып дастархан жасап жатырмыз. Вид әдемі көрінеді екен. Бұл жерде доған ағашы әдемі гүлдеп тұр. Табиғат әдемі болып тұр. Мінекей бұл жерде шай ішіп жатырмыз. Барлығымыз келдік. Мінекей жиналып жатыр. Көбісі талмақ жағына шығып кеткен. Сол жақтан енді түсіп келе жатыр. Бұл жерде біз көбісі бір-біріміз танымайды екен. Сол танысу мақсатында пикникке шыққан болатынбыз. Мінекей табиғатты көрсеңіздер, аспан, тау, жап-жасыл, таза ауа, өте әдемі жер екен. Барлығымыз жиналып жатырмыз. Бізде тамақтың барлығын ерлер қауымы жасады. Бізде бірінші шашлық болды. Жастарымыз тұрып істеді. Өте дәмді болды. Екінші тамақта бізде осындай саршылық тамақшысы болды. Шай, өте күшті. Майыршы болды. Екінші тамақшысы болды. Бірінші тамақшысы өте керемет болып тұрды. Қатты ыстық емес, салқын емес, өте керемет болды. Ана энергияны кеп қойдым энергия балдарға. Аллахтар ана отырасың. Вайнер болса керек. Бер қара қой. Ой, жағаласың керек. Пісір оққан кезде. Үйренгім келеді сізден, үйренгім келеді. Картошка, және цветной болгарский, сондай заттар екен. Бұл жерде бізде тамақ піскенше жастар жағы осылай доппен ойнап тұрдық. Өте қызық болды. Мына жақты видті қарасаңыздар. Namı oldu. Жастардың бәрі ақылдай жүрді. Мен күйе болса ішіне қымайды. Дастарханға тиіп кетпесін е? Оның астына Бір нәрсе қой. Халықаралық күні жасай берсін. Әр уақытта дені сау, аман есен. Олар Бұл жерде келіндер, жаңадан құдаша мейман кісілер. Мынау тақияда отырған үлкен Асқар ағамыз. Жаңа бір құдаш. Алып кетпеңдер.
бұл жерде қырдың екінші бетіне шуға бара жатырмыз. Бірақ шудары өте нашар екен, яғни арықтар көп, өтетін жері жоқ, көпірлер жоқ. Әрең дегенде өттік екінші бетіне, бірақ өткенімізге стойдай жер екен, яғни осындай әдемі жерді біз төбесінен көруге барғанбыз. Өте керемет жер екен. Бұл жерде доланалар көп екен. Мына ағаштың бәрі, осы гүлдеп тұрған ағаштың барлығы долананың гүлдері екен. Неге қарасаңыздар, долана ағашы көп екен. Бұл осы жақтың барлығын көріп, бетімізге қайтайық дедік. Уже қайтатын уақытта жетіп қалды. Сағат бұл кезде 5-тен асып кеткен тұғын. Ең соңынан барлығымыз жиналған қоқыстардың барлығын жинап, орнымызды жинап, өртейтін бәрін өртеп кеттік. Соңынан осылай машинамен қатарған әдемі үйімізге қайттық. Өте керемет болды. Сәтті, берекелі болды. Соңынан осындай суреттерден слайд-шоу. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.